Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте дәмді және қытырлақ қиярының салатын жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелгеннен кейін колокольчик все деген батырманы басып қойыңыз. Сол кезде сіз менің каналыма шыққан видеоларды бірінші болып көресіз. Алдағы уақытта көптеген түрлі оңай рецептлермен бөлісетін боламын. Алдымен өзімізге керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Бізге қажет қияр, аскөк, чеснок, перец, черный перец, красный перец, паприка, тоз, сұйық май және де соевый соус қажет болады. Ең алдымен қиярымызды бірнеше бөлікке бөліп, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Ендігі кезекте аскөк, яғни укропымызды майда етіп турап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Маған ұнағандықтан мен көбірек қылып қосамын. Енді осындай теркадан чесногымызды өткізетін боламыз. Егер ашытылауды қаласаңыздар, 2 чеснок қосыңыздар. Егер қатты ашытыны қаламасаңыздар, 1 чеснок қоссаңыздар да жетеді. Келесі кезекте қара бұрышымызды саламыз, жарты шай қасық. Паприка саламыз, жарты шай қасық. Тұзымызды саламыз дәміне қарай. 1 ас қасық соевый соус, 1 ас қасық майымызды құямыз. Және де 1 ас қасық күнжутымызды сеуіп, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Араластырылып болғаннан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Мінекей осымен менің салатым дайын болды. Дәмі өте дәмді және қытырлақ болып шықты. Енді дастарханға жеуге ұсына беруге болады. Қонақ келетін кезде де жасасаңыздар, дастарханға қойғанда дастарханның көркін келтіретін болады және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоның соңына дейін қарап, қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.